Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын салаттың түрімен бөлісемін. Өте дәмді әрі пайдалы салат. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызылшамызды қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін екіге бөліп, оны теркадан өткізіп аламыз. Оған сарымсақ қосамыз, 1 штук. Оны да теркадан өткізіп, жақсылап араластырамыз. Осындай аскөктерімізді дайындап турап аламыз. Барлығын бір табаққа салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін кішкене тұз қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен тұз қосқан жоқпын. Майонез қосып, жақсылап араластырдым. Осымен салатымыз дайын болады. Өте дәмді шығады. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер.